Кейде сахнада қатар жүрген өнерпаздардың жолы екіге айырылып кетсе, халық арасында мың түрлі әңгіме өрбиді. Неге бірге жүрмеді? Неге бөлек кетті деген сауал бәрімізді қызықтырады. Әсіресе халық сүйген дуэттің аяқ астынан жоғалуы талай қауесеттің туындауына себеп болады. Міне, сондай жағдайдың бірі Сырым Исабаев пен Қайрат Нұртас арасындағы қарым-қатынас. Бұрын қос әншінің орындауындағы әндерді ел жатқа айтып, қосылып шырқаушы еді. Бірақ уақыт өте келе екеуінің бірге сахнаға шығуы тоқтады. Халық араларында не болды екен деп ұзақ ойланды. Жуырда ғана Сырым Исабаев Аман Тасқанға берген сұхбатында осы мәселенің бетін ашып айтты. Оның сөзінше, негізгі себеп әннің жетіспеуі. Біз махаббат тақырыбын айттық, шүкіршілік әнін айттық. Бірақ әке мен анаға, табиғатқа, достыққа арналған ән жетпей қалды. Шын мәнінде бірге айтуға ниет болды. Бірақ қолайлы ән табылмаған соң бөлінуге тура келді. Ескі әндерді қайталап, тізесін шығарып айта бергіміз келмеді, дейді әнші. Бұл сөзді естігенде шынында да ойланасың. Өнер адамы үшін жаңа туынды, тың серпіліс ең бастысы. Ал ондай дүние болмаған кезде қанша жерден ниет болса да бірге шығу мүмкін болмай қалады екен. Алайда желідегі жұрт мұнымен шектелмей өз ойларын ашық жазып жатыр. Бірі Қайраттың шешесі Сырымды шеттетіп жіберді, енді бірі Мейрамбектен кейінгі талант осы еді, тағы бірі Гүлзира ханым екеуі бірге жүрсе, халықтың ықыласы Сырымға ауып кететінін білді. Сондықтан қызғаныш болды деп топшылауда. Әрине, кімнің сөзі рас, кімнің пікірі өсек, оны нақтылау қиын. Бірақ бір шындық бар. Сырым Исабаевта, Қайрат Нұртаста, қазақ эстрадасында өзіндік орны бар өнерпаздар. Бірге жүрсе де, бөлек жүрсе де, олардың еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Бұл оқиғадан шығатын сабақ өнердегі де, өмірдегі де әріптестік тек ортақ мақсатпен үйлесімділікте сақталады. Ән жетпесе, шабыт тоқтаса, жолдар екіге бөлінеді. Бірақ бұл жаулықтың немесе реніштің белгісі емес.